5-ші түн. Ей, ұлы бақытты патшам! Балықшы Диюды құмыраға қамады да зекіп сала берді. Ал, мырза, сен айтшы, саған қандай өлім керек? Дию далаға шыққалы тырбаңдап көріп еді, Сүлейменнің сиқырлы мөрі тығылған құмырадан құтылу қиынға айналды. Шал құмыраны суға қарай сүйреп ала жөнелді. Енді мені қайда апарасың? Деп Дию зар қақты. Қайда апарасың деуін қараш, күрілдеген иттің. Сені суға апарам, суға тастап тереңге итеремін. Өзім дария бойын жағалап, құмыраға тығулы Дию бар, алсаң өзіңді 3 түрлі өліммен өлтіреді деп жар саламын. Сонан соң сен ақыр заманға шейін судың астында шіріп әлем. Енді саған жарық дүниені қайта көруме? Ағып барып теңізге бір түссең, баяғыда өлген балаларыңа қосыласың, деді балықшы. Айналайын, атажан, бір қателік менен өтті. Мені суға тастай көрме. Кейінгі сертімді бұзып, сізге алғашқы сертім бойынша таусылмас дүние жиып берейін, деген Дию өлімнен қорқып. Жоқ, сен мұндар өтірік айтасың. Сенің сөзің уәзір Юнан мен ғалым Руянның оқиғасы сияқты болды, деді шал. Ең болмаса, депті Дию, суға тастауды тоқтата тұрып, сол әңгімені айтыңыз. Ең болмаса көп жыл су астында тұншығып жүріп, жарық дүниені бір көргенде адамның баласынан бір әңгіме естіп кетейін. Шал ойланып көп тұрды. Адамдық мейір ашуын басты. Диюдың тілегін беруді лайық көріп, көзені су жиегіне қойды. Сөйтіп шал әңгімені бастады. Юнан патшаның уәзірі туралы әңгіме. Парсы жері мен Руян жерінде бір патша болыпты. Атын Мәлік Юнан дейді екен. Оның денесінде көптен жазылмай жүрген бір жара болыпты. Өз еліндегі емшінің бәрін алдырып қаратса да, ешбір емнің сәті түспеген. Күндердің күнінде сол қалаға ғалым Руян деген бір емші келіпті. Ол пайда зиянды шөптің барлық жай жапсарын біліп, неше түрлі дәрістеуші еді. Ол қараған кісінің кеселі жазылмайтыны кемде кем ақ болатын. Айтушылардың айтуынша, патшаның денесіндегі жараның қандай екенін көрмей-ақ біледі ол ғалым. Сөйтіп патшаның алдына өзі ізденіп барады. Өзінің тәуіп екенін білдіреді. Менің естуімше, сіздің денеңізде жара бар сияқты. Егер менің емдеуіме рұқсат етсеңіз, дәрі ішкізіп, май жақпай-ақ жазып берер едім, деген. Бұл сияқты оп-оңай жазам дегенде патша таңыр қапты. Сіз қандай ем қыласыз? Деп сұраған патша. Оған ғалым, тек сіз емдеуге ғана рұқсат етіңіз, қалай істеуін мен көрсетейін, деген. Патша бұл ұсынысты қабыл етеді. Ертеңіне патшаның алдына келіп, қолына дағарасы мен бір таяқ ұстатады да, шамаңыздың барынша дағараны ұра беріңіз, деді ғалым. Патша дағараны қаға берді. Өмірі қолына көсе ұстап көрмеген патшаға дағараны қағу да едәуір жұмыс болды. Тер шығып денесі жібіді. Енді үйіңізге бар да моншаға түсіп, сабындап жуыныңыз, деді ғалым. Патша да ғалымның айтқанын орындады. Неше жылдан бері сіресіп қатып қалған жараның беті жібіп, сырылып түсті. Аз күн ішінде жарадан жазылып кетті. Неше жылдан бері емі табылмай жүрген жарасын бір терлетумен жазған ғалымға дүниені үйіп төгіп, сый беріп, құрмет көрсеткелі ордасына шақырды. Ғалым ордаға келіп, патшаға құрметін істеп, дұға қылып, саулық тапқан деніңіз қайтып дертті болмасын. Ұзын өмір несіп боп, шаттық болсын жолдасың. Сіз қуансаң бізбенен, ел қуанбақ сізбенен. Ел жұрттыңның тілегі, сау болуы бір басың, деді ғалым. Бұл өлеңді айтып болған соң, патша орнынан тұрып, қолын алды. Оң жағынан өзгеден жоғары орын берді. Неше түрлі ас келтіріп, шамадан тыс сый-сияпатын істеген. Бірнеше асыл киім мен 2000 алтын беріп, ғалымды үйіне қайтарған болатын. Аз күн өткен соң, патшаның ордасына ғалым тағы келді. Патша да оның келгеніне қуанып, жоғары көтеріп құрметтеп, қайтарында зерлі тон 1000 алтын сыйлады.
Ғалымның бұл сияқты патша алдында қадір артып, сый алғанына уәзірдің іші күйді. Ол уәзір шыбынның тезекке қонып нәр тапқанына іші удай ашып, қызғаныш ететін бір оңбаған еді. Оның сол оңбағандығы тағы ұстап, келген сайын тон киіп, алтын алып жүрген ғалымға бір дұшпандық істеуді ішіне түйді. Бір күні патшаның алдына келді де, «Тақсыр, сізге айтайын деген бір кеңесім бар еді» деді. «Айта ғой, уәзірім, келелі кеңесің болса тыңдайын» деді патша. «Айтайын дегенім», деді уәзір қайғылы пішінмен. «Адам әр уақытта артын ойламаған жұмыстан опық жейді. Мен сізді саяз ойлы кісі деп еш уақытта ойлаған емеспін, және ойламаймын да. Бірақ дұшпанды ішке тартып, келген сайын күректеп алтын беруіңізді ішім ұнатпайды-ақ». Оның кім?» деді патша таңырқап. «Оным, шынын айту керек, мына қаңғырған біреуді ғалым деп, келген сайын сыйлап жүрген Руян дегеніңіз», деді уәзір. «Бұл қандай қара пікірмен айтылған сөзің? Ол дұшпан болса, өмір бойы денемнен арылмай келген жарамды, жанымды қинамай жазып берер ме еді? Оған патшалығымды бөліп берсем де, менен алатын ақысы көп. Сен мұны өзіңнің ішің тарлығынан, оның маған істеген жақсылығын көре алмай, дұшпан болып айтып тұрсың», деді патша. Ол сөзді уәзір ауырсынып, ашуланбады. Қайта патшаға жақындай түсіп, бет әлпетін аянышты қалыпқа келтіріп, «Жоқ, тақсыр, мен дұшпан болып айтып тұрғаным жоқ. Оның дұшпан екенін сезіп айтып тұрмын», деді уәзір. Патша оған сенбеді. «Сен, іші тарлық оңбағандығыңмен досымды өлтіртіп, Мәлік Сандыбаттың опық жегеніндей опық жегізгелі жүрсің», деді. Әңгіме осыған жетті де, бозарып таң атып, Шахаризада айтуын тоқтатты. «Апай, тіпті қызықты әңгіме айттың-ау», деді Дүниятзада. «Егер патша өлтірмесе, ертең мұнан да қызығын айтармын», деді апасы. «Шахаризаданың барлық әңгімесін аяқтатпай, өлтірмеймін», деді жездесі. Таң атып, патша ордаға кетті. Кешке келіп, Шахаризадамен оңаша үйге біраз кіріп жатты да, қайта шығып әңгімені тыңдауға отырысты.